Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сырне дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға майын салып аламыз. Кез келген майды қолдансаңыздар болады. Құйрық май немесе қойдың іш майларын. Етімізді қара бұрышын сүйіп, тұзын сүйіп алғаннан кейін майымыздың үстіне қойып шығатын боламыз. Менде мұнда сиыр еті, сіздер қой етін қолдансаңыздар да болады. Газдың астын қаттыға қойып қойдым. Майымыз еріп, етіміздің суы шығу керек. Сол кезде отты азайтып, 1,5 сағат етімізді пісіріп алатын боламыз. Ешқандай су ештеңе құймайсыздар. Өзінің майына, өзінің осы еттің суына пісады. Оның үстіне самсамыз қойып, бетін жауып баяу отта пісірамыз. Картошка мен сәбізді еттің үстіне салып пісірсеңіздер болады. Еттің үстіне салып пісірсеңіздер картошкаларымыз езіліп пісетін болады. Ал духовкада өз формасын сақтап домалақ болып шығатын болады. Мен духовкада пісіретін болам. 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Қамырына кіргізетін боламыз. Жылы суымызға тұзымызды салып араластырып ертіп алатын боламыз. Ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, суымызды біртіндеп құйып, қамыр илейтін боламыз. Мұнда мен 2 кеседей ұн қолдандым. Сіздерге егер қамыр көп қажет болса, тағы да ұн қолдансаңыздар болады. Жақсылап тұрып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып тындырып қоямыз. 5 минуттан кейін тағы да осылайынан қамырымызды басып, жақсылап бетін жауып қоямыз. Сөйтіп 20 минуттай тындыратын боламыз. Қамырымыз тынды жақсылап. Енді осылай үстінен басып, қамырымызды жұқалап, домалақ қып жаятын боламыз. Сәбізімізді өткіштен өткізіп алдық. Сарымсақтарымыз жіңішкелеп тұрап, екеуін араластырып, дәміне қарай тұз себетін боламыз. Қамырымызды жайып болдық. Видеода көрсетілгендей, осылай ұзынша етіп кесіп шығатын боламыз. Ортасынан кессеңіздер болады, немесе осылай ұзын болып кете берсе болады. Розочкаларыңыз үлкендеу болады. Мен осылай ортасынан кестім. Сәбіз бен сарымсақтарымызды осылай салып шығатын боламыз орта жақтарына. Қамырымыздың шетінен ұстап, бетін жауып, бас жағынан домақтап розочка жасайтын боламыз. Шет-шеттерін ашып, асты жағын қаттырақ басыңыздар, ашылып кетпесін. Осылай бет жақтарын ашып, әдемілеп розочка жасайтын боламыз. Розаларымызды мантаварка деп пісіретін боламыз. Мантаваркамыздың астын суын қайнатып қойыңыздар. Роза жасап отқан кезде қайнап тұрсын, бірден салып 15-20 минуттай пісіретін боламыз. Етіміз жұмсарып дәмді болып пісті. Енді осы майымызға біз картошка мен сәбізімізді 1-2-3 минутқа пісіріп алатын боламыз. Сол кезде біздің картошкаларымыз бен сәбіздеріміз одан да дәмдірек болатын болады. Картошкаларыңыз 25-30 минутта духовкада піспаса, тағы да духовкада ұстасаңыздар болады. Картошкаға да байланысты. Кейбір картошкалар тез пісады, кейбіреуі жай пісады. 2-3 минуттай баяу отта осылай майға пісіріп аламыз. Ыдысымызға салып алдық. Енді оның үстіне розаларымызды әсемдейтін боламыз. Сарымсақ, укроп сепсеңіздер болады. Өте керемет дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.